Қайырлы күн. 3 тілек немесе 1 тілегіңізді ойлаңыз. 3 тілекке 3 картадан жауап алайық. Бірінші тілек, екінші, үшінші. Таро карталары. Бірінші тілек, екінші, үшінші. Бірінші тілек махаббат, кездесу, көңіл қосу, романтикалық карта. Бұл жаңадан таныстықта болуы мүмкін. Немесе бұл көптен бері сіздің жүрегіңізден орын алған бір адам болса, кездесуге шақыруға шешім қабылдайтын уақыт келді. Немесе хабарды ол адамнан өзіңіз күтесіз. Бұл екі адамның арасындағы бір-біріне деген тартымдылық бар. Бір-біріңізге деген үнемі сағыныш бар. Бір-біріңізді көрген кезде жүректе қуаныш, жүздеріңізде күлкі ойнайтын, араларыңызда бір ерекше ғашықтық, сезім бар. Бұл екі адам қосылса, жандары жарасқан бір түсіністік болатыны сөзсіз. Мұндай сүйіспеншілік бұдан әрі некеге ұласуы әбден мүмкін. Өйткені сіздің алдыңызда алыс жолға аттанатын үлкен сапар күтіп тұр екен. Бұл енді бәлкім сол ұнатқан адаммен өмір кемесіне мініп, өмір саяхатына қол ұстасып, бірге қадам басатын мүмкіндік шығар. Бұл карталар сіз үшін өміріңізге енетін жаңа өзгерістердің кілтін табу және жаңа көкжиектерді игерудің қазіргі уақытта сәтті уақыты келді деп көрсетеді. Бірақ сіз әлі де ойланамын деп ұзақ уақыт жүріп қалуыңыз мүмкін. Өйткені кеме баяу қозғалар. Әрине, ақыл оймен шешкен жақсы, бірақ ойлардың таусылмайтынын ескеріңіз. Ой шексіздік сияқты, ой ойлай берсең әртүрлі. Мысалы, бір ой алдағы әдемі өмірден үміт берсе, екіншісі күдік береді. Ойдың шегіне жету мүмкін емес. Сондықтан көп ойланудың орнына мүмкін бір уақыт өз түйсігіңізбен сезініп көріңіз. Сезіну арқылы сіз жүрегіңіздің дауысын ести аласыз. Жүрегіңіз үнемі кімді іздеп, кімді қалайды. Сол жүрегіңіздің кеңесін сіз іштей сезіну арқылы тыңдай аласыз. Себебі екі жақты шынайы сезім мен таза қарым-қатынасты кездестіру өмірде барлық адамға бірдей бұйыра бермейді. Мына карталар сол керемет сезімді қазіргі уақытта бастан өткеруге сіз ғана лайықты деп тұр. Әсіресе ер адамдар. Егер сезіміңіз шынайы болса, өзіңізді бақытты сезінетін осы бір қарым-қатынасты бірінші болып бастауға, ойыңызды ашық айтуға әбден болады.
Білесіз бе, осы жерде бір айтып өткім келіп тұрғаны, егер байқап қарасақ, ер мен әйелдің арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін бір арнайы заң жоқ екен. Енді мен бұрын заңгер болғаннан кейін заң тұрғысында да қарастырып жатқаным. Неке туралы қарым-қатынасты реттейтін арнайы заң бар, бірақ некеге дейінгі жоқ. Жалпы адам ата, Қауа анадан бастап, сонау адамдардың жаратылынан бастап мынадай ұғым қалыптасыпты. Бұл ұнаған әйелге ер адам жүрек сезімін бірінші болып қадамды өзі жасайды, бірінші болып сезімін жеткізеді. Ал әйел өзі ұнатқан ер адамның шешімін күту керек. Яғни күту ұстанымын ұстағаны дұрыс. Енді қазіргі уақытта кейбір ер адамдардың энергиясы әйелдерге, әйелдердің энергиясы ерлерге өтіп, рөлдері ауысып кеткен сияқты болып көрінеді. Өйткені кейбір ер адамдар әйелге өзінің ойын, өзінің сезімін ашық жеткізе алмайды. Шын сезімін жасырады, немесе ұялады, бір жасықтық бар. Немесе әйел өзі бірінші айтсын деген бір ер адамда өзімшілдік, тәкаппарлық болады. Немесе кейбіреулерде артын аңдуы бар, бір сақтық бар. Сондықтан мен айтар едім, бұл көбі тарудан кеңес алуға келген адамдардың байқаған тәжірибем десе де болады. Мінекей әйелдерге тән күту ұстанымы ерлерге өтіп кеткен сияқты. Ал енді кейбір әйелдердің ер адамның соңынан қалмауы, оның басқан ізін кесуі, бұл енді әйелдердің өзін-өзі бағаламауы деп мен түсінемін. Ал негізі менің айтпағым, бара-бара ерлерге тән бар батылдық жоқ болса, әйелдерге тән нәзіктік жойылса, онда осылай бола берсе не болады? Ал сізше осы бір жаратылыс заңын бұзып жүрген жоқсыз ба? Мен тек осы карталарға байланысты сіздерге ой тастап жатырмын. Әрине, карталар бұл бізге тек мүмкіндіктерді көрсетеді. Мүмкіндікті алуды, алмауды өзіңіз шешесіз. Бірінші тілегіңіз сіздің егер тек қарым-қатынаспен байланысты ғана емес, жұмыспен, кәсіпкерлікпен, іскерлік саламен байланысты болып жатса, немесе шын мәнінде алыс сапарға шығатын болсаңыз, сізге ұзақ уақытқа баратын сенімді серіктес, дос кездеседі. Сапарыңыз сәтті аяқталады. Өйткені ұшатын желкенді кеме, яғни бұл осы кемеге мінген адамдарды сол барам деген нүктесіне, барам деген жеріне аман есен алып баратын символды білдіретін карта. Бірінші тілек сізге осындай жауаптар берді карталар. Жалпы қымбатты тыңдармандар, осы жерде тағы да бір айтып өткім келіп тұр. Бұл арнада таро кеңестерін тегін тыңдай аласыз. Сондықтан өз тарапыңыздан сіз де осы арнаға қолдау көрсетіп, тіркеліп кетіңіздер. Карталардың кеңесінен алған өзіңіздің әсеріңізді, өзіңіздің пікіріңізді, өзіңіздің ойыңызды төменге жазып қалдырсаңыз тіпті жақсы. Бұл сіздің тілегіңізге сол кеңістіктен келген жауапқа айтқан бір жағынан алғысыңыз болады, екінші жағынан арамыздағы жағымды энергияның алмасуы. Тіпті сіздің өміріңізде сабақ алған қандай ерекше оқиға есіңізде қалды? Оған сіз кейін қандай баға бердіңіз? Өзгелермен бөлісе кетсеңіз де болады. Сіздің оқиғаңызда біреуге мүмкін сабақ болады, мүмкін көмек болады. Ал енді менің тілегім осы арнада бір-бірімізге ашық, емін еркін, жарқын тыңдармандар жиналса екен деймін. Әрі қарай кеттік. Екінші тілек. Екінші тілек, сіз мен алғым келеді деп тұрсыз. Өмірден алғыңыз келеді. Не алғыңыз келеді? Не қалайсыз?
сол ойлаған тілегіңізге қарай алғашқы қадамдарды сізге қазірден бастап батыл бастауға болады. Жолыңызда ешқандай кедергі жоқ. Сізге сіз үшін бір ғана маңызды нәрсе бар, ол сол тілегіңіздің орындалуына қарай тек қарқынды қозғалыс керек. Жаңа көзқараспен жаңа өмір бастайсыз ба, жаңа қарым-қатынас бастайсыз ба, әлде жаңа шығармашылықпен айналысасыз ба? Тек сол таңдаған бағытқа қарай сіз белсенді қимылдаңыз. Мына картадағы өмір ағашы сізді рухы күшті, мықты денсаулықтың иесі деп көрсетеді. Бойыңызда аса бір төзімділік бар, және мұнда бір рулық күш бар. Ата тегіңіз сізге мықты қолдау көрсететін болар. Олай болса, сіз де дұға арнап жүріңіз. Алдағы уақытта сол төзімділік арқылы сіз материалдық тұрғыдан жақсы көтерілесіз, яғни болашаққа деген сеніміңіз де мықты, қаржылық жағдайыңыз өте тұрақты болады. Тіпті жақындарыңызға қамқор, қорғаныш бола аласыз. Жеке тұлға ретінде өсу мен жетістіктерге қол жеткізу. Екінші тілек иесі: мен өз тілегімді алдым деген сөздерді төменге ерекше жігермен жазыңыз. Мына қараңызшы, алып ағаштың тамыры алысқа жайылғаны сияқты, сіз барлық жағынан өзіңіздің аяғыңызда нық тұрсыз. Барлық жағына дегенім бұл мықты денсаулық, шыдамдылық, тұрақтылық, табандылық, кез келген қауіптен өзі қорғана білу және өзгені де қорғай білу. Осындай күш иесі. Әрине, енді мұндай адам өз тілегін алмай тоқтамайды. Екінші тілектің жауабына рахмет. Үшінші тілек. Үшінші тілек: ойлаған тілегіңізді бір өзіңіздің күшіңізбен іске асыру қиынға соғатын сияқты. Немесе бұл жалғыз болсаңыз, оның орындалуы ұзаққа созылуы мүмкін. Керісінше, сіз адамдардың тобы болып, адамдармен бірлессеңіз, жақсы нәтиже аласыз. Мысалы, сіздің тілегіңіз денсаулықпен байланысты болса, сіз өз бетіңізше емделгеннен көрі, сол дәрігерлердің, медицина жүйесіндегі мамандардың кеңесін міндетті түрде алыңыз. Немесе сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, кез келген мәмілелерді кеңесіп, келісім шарттар негізінде жасаған тиімді. Сіздің тілегіңіз адамдар тобы болып жасағанда, немесе басқалармен бірлескенде, басқа адамдардың қажетті кеңестерін алған кезде ғана жақсы нәтижелер береді екен. Тіпті ақыл кеңесті сізге берушілер жасы үлкен адамдар да болуы мүмкін. Мүмкін ата-анаңыз шығар. Онда жеке өміріңізге қатысты тілегіңіз мәселе болып жатса, онда үлкендермен кеңескеніңіз дұрыс. Себебі сіз сол адамдардың бойынан бір адалдықты, даналықты және көріп тұрсыз, және сенімділік танытып тұрсыз. Әдетте Лалагүл адамдардың арасында орнаған тектілікті, қарапайымдылықты, бір тазалықты, пәк қарым-қатынасты көрсетеді. Мұнда ойлаған тілегіңізге қатысты кеңес беруші адамдардың ниеті таза деп, сіз өз тарапыңыздан сенім артуға әбден болады. Бұл карта сонымен қатар адамның тәлімгерлік қабілетін, еңбекте жетістікке жететін, әсіресе жоғары білім алу мен ғылым жолындағы жеткен атақты және абыройды да білдіретін карта. Үшінші тілек: карталар сізге осындай өз жауаптарын берді. Қабыл алыңыз.
үш тілек те орындалсын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.